Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін балалық шақта барлығымыз сүйіп жеген коржикті дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Коржиктарымыз мінекей өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы айранымызды құямыз. Одан соң кішкене бір шымшым тұз саламыз. Бір шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай көпіріп, айран мен соданың реакциясы болуы керек. Онан соң жұмыртқамызды саламыз және де сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қантымызды салатын боламыз. Қантымыз ергенше жақсылап араластыратын боламыз. Ескеретін жағдай, қантымыз түйіршік болып қалып кетпеуі керек, сондықтан жақсылап ергенше араластырамыз. Қантымыз толығымен ергеннен кейін шетінен ұнымызды салатын боламыз. Шетінен сала отырып, жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Ұн тығыздығына қарай әркімде әрқалай кетеді. Кейбір ұндар азырақ кетсе, кейбір ұндар көбірек қосуды талап етеді. Сондықтан ұнымызды шетінен осылай сала отырып илейтін боламыз. Қамырымыз қоюлана бастаған кезде қамырды қолымыздың көмегімен илейтін боламыз. Ұнымыздың барлығын салдық, енді жұмсақ қамыр илеп шығарамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болып қалды. Бізде осындай шамалы қолға жабысатын қамыр болып шығуы керек. Қамырымыз дайын. Келесі кезекте қамыр жаятын жерімізге осылай ұнымызды себеміз. Ұнымызды сеуіп, жаңағы қамырымызды алып, қалыңдығын 1 сантиметр етіп жаятын боламыз. Қамырымыздың да бетіне кішкене ұн себеміз, өйткені жабысып қалады. Содан соң жаймендеп жайып шығамыз. Қамырымызды қатты жұқа етпейміз. 1 сантиметр болу керек. Қатты жұқа етсек, коржиктарымыз қатып қалатын болады. Мінекей осылай етіп жайып шығамыз. Қамырымыз жайып дайын болды. Енді осыны кесіп шығамыз. Менде арнайы форма болмағандықтан осындай кесенің, пиалайдың көмегімен кесетін боламын. Осылай басып кесіп аламыз. Мінекей осымен біздің коржиктарымыз пісіруге дайын. Дайын коржиктарымызды противеньге пергамент қағазын төсеп, салып орналастыратын боламыз. Коржиктарымызды салып болғаннан кейін бетіне жай ғана айран жағып шығамыз. Ешқандай жұмыртқа жағудың қажеті жоқ. Барлығына айран жағып шығамыз. Айранымызды жағып болғаннан кейін бетіне шамалап қант сеуіп шығамын. Ол өз еркілеріңізде, сепсеңіздер де, сеппесеңіздер де болады. 180 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз.
Korjikтерimiz pісіп жатқан кезде жаңағы қалған қалдық қамырды да біріктіріп, қайта жайып, оны да пісіріп аламыз. Бірақ бұл қайта иленгеннен кейін жұмсақ болмай қалуы да мүмкін. Кішкене алдыңғысынан қаттылау болып шығуы мүмкін. Мінекей бұлар да дайын. Осыларды дәл осылай пісіріп аламыз. Біздің коржиктарымыз дайын болды. Енді жаңағы қалғанын салып пісіріп аламын. Иісі керемет әдем болып шықты. Қазір кішкене суысын. Біздің коржиктарымыз пісіп дайын болды. Әлде де ыстық болып тұр екен. Мінекей жұмсақ болып шықты. Өте жұмсақ болып шықты арасы. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.